Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, нәзік, үлпілдек шоколадный панкейки пісіретін боламыз. Осы менің рецебім бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Шынымен де өте жұмсақ, жеген кезде ауыздарыңызда еритін болады. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сенімді болу үшін өздеріңіз дайындап көз жеткізіңіздер. Ең алдымен таза ыдысқа бір жұмыртқа мен қантты салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді үстіне сүтті құямыз. Сүт жылы болуы тиіс. Тағы да кішкене қантымыз ерігенше араластырамыз. Үстіне жұмсақ сары майымызды құямыз. Кішкене араластырып, ұнды, какаоны, ең артынан қопсытқышты салып, бір келкі масса шыққанға дейін жақсылап венчикпен араластырамыз. Ұнымыздың түйіршіктері қалқалмауы тиіс. Қанша граммнан салу керек екенін описание бөліміне жазып кетемін, сол жерден көре аласыздар. Мінекей, массамыз дайын, бір келкі араласты. Енді табамызды қыздырамыз. Табамыз қызып дайын тұр. Табаға май жақпайсыздар, құрғақ табаға пісіреміз. Осында үлкен ас қасықтың көмегімен табамызға сыйғанша 2-3 данадан панкейктарды құйып шығамыз. Жаймалаймыз. Осылай бетіне тесіктер пайда бола бастаған кезде келесі бетіне аударамыз. Келесі беті тез піседі, көп ұстамайсыздар. 10-15 секунд қана ұстасаңыздар жеткілікті. Мінекей дайын, шығарамыз. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Өте оңай әрі тез. Мінекей достар, ерекше дәмді панкейктарымыз дайын болды. Осылай сгущенкамен немесе бал қосып жесеңіздер, дәмі тіптен ерекше болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Қазір сіздерге біреуін бөліп көрсететін боламын. Ортасы толықтай піскен, үлпілдеп тұр. Ас болсын.